Әр елдің өзінің аңыз құбыжықтары бар екенін бәріміз білеміз. Олар өте көп болғандықтан, давайте бәрін айтып отырмай қойайық. Керісінше, бүгін Қазақстанда кезінде өте қорқынышты болған аңыз туралы айтайық. Тұяқты қыз. Осы аңыз туралы бәріміз білуіміз керек шығар. Қызық болғандықтан көріп алып соңында қорқып отыратынбыз. Шынымен де ойлашы. Түн уақытында ешкім жүрмейтін жерде өзің жалғыз келе жатсың. Енді машинамен. Бір минут өзі жалғыз әппақ киініп алған қызды байқайсың. Сен не істер едің? Көбіміз әрине оны алып кетуді шешеміз. Енді машинада екі адам. Сен, алып кеткен бейтаныс қыз және тыныштық. Әрине магнитофон қоспасаң. Сен магнитофонды қосты ұйғарасың. Қостайшы. Қосып жатып, қыздың аяғына қарап қалсаң, аяқ емес тұяқ. Не істер едің? Әрине вақыл болар едің. Кішкентай кезінде аңыз оқиғалар туралы видеоны көп көретін едім. Жолдың бойында тұрған елес, ормандағы белгісіз құбыжық, болмаса жалмауыз кемпір туралы аңыз видеолар көп еді. Соларды көріп алып қорқып отыратын. Себебі кішкентай кезде фантазия 100% жұмыс жасайтын. Осы видеолардағы көрген құбыжықтар үйіме келіп көтімді айратындай болатын. Талбайып болдық қой. Сол видеолардың арасында тұяқты қыз туралы аңыз оқиға бар еді. Сол видеоны қарап кезінде құрмет етіп қалған менде. Бүгін мен сендерге осы оқиғаны айтып беруді шештім. Егер араларында білмейтіндер болса. Кеттік. Тұяқты қыз туралы аңыз. Аңызды әрқайсысы әртүрлі айтады. Не бұл жас баламен, не кәрі шалмен болды. Үлкен КамАЗбен немесе кішкентай жеңіл көлікпен деп өзгертіліп жасалған оқиғаларды таптым. Сондықтан мен көп айтылған версиясын айтайын. Жеңіл көлікпен, жас баламен. Бұл аңыз Қапшағай жол трассасында болған. Жас бала, давайте оның атын Бека деп атайық. Бека түннің бір уақытында өзі жалғыз өзінің жеңіл көлігімен осы трассамен келе жатады. Бір сәтте жол бойында өзі жалғыз тұрған ақ көйлектегі қызды байқайды. Мына жын түннің уақытында не ұмытты деп ойлар едім мен. Бірақ Бека емес. Ол қыздың жанына тоқтап, қала жаққа дейін апарып тастау керек па деп сұрайды. Қыз келіседі де отырады. Екеуі біраз жол жүреді. Қыз үндемей тыныш отыр. Бека бір түрлі болмасын деп музыка қосуды шешеді. Дискті алады. Салайын деп жатқанда диск қолынан тайып кетеді. Бека қол қойды. Бека түсіп қалған дискті алып жатқан кезде қыздың аяғына назар аударады. Ал қыздың аяғы аяқ емес, тұяқ. Тұяқ, аттың тұяғы. Егер сендер осындай нәрсеге көрсеңдер не істер едіңдер? Комментке жазып кетіңдер. Ал Бека вахуй болды. Бірақ түр көрсетпеуді шешеді. Қорқып отырып Бека бір шетке тоқтады. Қызға дөңгелекті қарап жіберші деп наибайт етеді. Қыз көліктен шыға берген кезде Бека газда пол басып, сол жерден тайып тұрады. Бәрі бітті деп ойлаған Бека артқа қарап қалса артынан қалыспай келе жатқан бағанағы тұяқты қызды байқайды. Өте жылдам, қорқынышты, почти оған жетіп қалады. Егер оны ұстап алса, Бека өзіне хана екенін түсінеді де барынша қаптайды. Бека одан қашып үлгереді. Енді Бека сол жолмен жүрмейтін бопты. Апақ киініп алған қыздарды машинасына отырғызбайтын бопты. Қашып үлгерді. Ескі бір машина болғанда точно хана болар еді. Ал енді тұяқты қыз туралы. Ол қыз, тұяғы бар. Қара шашты және бетін қорқыныштығы өзгерте алады. Ол сөйтіп жазады әйтеуір сайттарда. Және ол өте жылдам болады. Прям ат сияқты жылдам жүреді. Осы аңыз 2014-2015 жылдары өте танымал болған еді. Кішкентай кезімде осы аңызды көп еститінмін. Және шынымен де қорқатынмын. Ал қазір болса қорқатын түгі жоқ екенін түсінемін. Себебі бұл аңыз. Ал аңыздар өтірік болады. Осы видеоның түйініне келетін болсақ, түнде қыздарды апарып тастамаңдар. Әсіресе көп сөйлемейтін. Немесе жылдам машина албаңдар. Қашу керек болмаса. Ал бүгінге осы. Сіздермен болған мен Олжас. Тоғыбай достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Ал мен аяқтаймын. Сау болыңдар. Сәлеметсіз бе? Что там нақтырт жолдың бойында? Жүріңіз апарып тастайын ба?